Бір жігіт Ибрахим ибн Адхам есімді ғалым кісіге береке дейтін нәрсе жоқ депті. Сонда Ибрахим ибн Адхам оның сөзінің қате екендігін мысалмен ұғындыруды жөн санап, иттер мен қойларды көрдің бе деп сұрапты. Иә, деп жауап беріпті әлгі жігіт. Олардың қайсысы көп төлдейді деп тағы сұрайды Ибрахим ибн Адхам. Иттер 7 күшікке дейін табады, ал қойлар 3 қозға шейін төлдейді дейді жігіт. Олай болса, айналаңа қараш, екеуінің қайсысы көп? Қойдың көп екендігін көрем, бірақ үнемі сойып жеп, саны кемітілетін де солар емес пе? Иә, солар. Міне, береке дегеніміз осы дейді Ибрахим ибн Адхам. Қой қанша аз төлдесе де, қанша сойылып, еті желініп жатса да саны артпаса кемімейді. Ал қойдан 2 есе көп күшіктейтін итті ешкім сойып жемесе де, оның саны аз. Жігіт біраз ойланып тұрып, расында да солай дейді де, оның себебі неде? Неге итте береке жоқ, ал қой берекелі деп сұрайды. Сонда Ибрахим ибн Адхам: өйткені қойлар түннің әуелгі уақытында ұйықтап таң атпай тұрып алады. Осылайша Алланың рахымы түсетін уақытқа дөп түсіп, оларға береке жабады. Иттер болса түнімен әупілдеп ұйықтамайды да, таң атар кезде ғана ұйықтау ойына келіп ұйқыға кетеді. Осылайша Алланың рахымы түсетін уақытты құр жіберіп алып, Құдай берекесін алып қояды деген екен абыз ғұлама. Өкінішке орай, қазіргі таңда көп ісіміздің берекесіз болуының бір себебі де осы болса керек. Өйткені біріміз түнімен көше кезіп, ертесіне күндіз бойы ұйықтасақ, басқа біріміз түн жарымына дейін ұялы телефон шұқылап немесе теледидарға үңіліп, яки компьютерде ойын ойнап, ертесіне күн шыққанша жатамыз. Одан соңыра үйімде береке жоқ, табысымның берекесі жоқ деп шамданамыз. Демек ерте жатып, ерте тұруымыз берекеге қол жеткізер бірден бір тәсіл екен. Қазақта ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық деп босқа айтпаған.